Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі 18 желтоқсан күніне болжам. Огонь ин, земля ин белгісі. Бүгін ақша шығаратын күндеріңіз. Слабый карта болса сіздерге ақша келеді қайта. Шаш қайдыруға онша емес, жол жүруге онша емес. Бірақ бүгінгі күн өте эмоциональный, көмек сұрасаңыздар міндетті түрде көмек беріледі. Және бүгін бір отбасыға көңіл бөлсеңіздер жақсы. Балдарыңызға тәтті тамақ пісіріп беріп, және өздеріңізде бір бала кезіңізде жеген тамағыңызды бір аңсап тұрасыз. Бүгін мен әжемнің сұр көжесін аңсап отырмын, әжем үйіне барып сұр көже жеп қайтатын шығармын. Енді бүгінгі күнде өте эмоциональный болатын жылдар 64-76 жылы туған, 82 жылы туған, және огонь ин белгісі өте эмоциональный болатын күн асаннан бастап. Ашуланбаймыз. Су бүркіп жеріңіздер, либо беті қолдарыңызды жуып алыңыздар, ашуларыңызды басатындай қылып. Өз-өздеріңізде бүгін жылап алатын күн болуы мүмкін. Бүгін сол белгілерге шығар. Мүмкін басқа да адамдарға шығар, енді энергия сондай. Бірақ бүгінгі күннің энергиясы недвижимость сатып алуға ақша келеді, және өз еңбегімен ақша табуға өте күшті күн. Либо недвижимость сатып, либо недвижимость сатып аласыздар ма? Әйтеуір осы жағынан ақша келетін күн. Бүгін ұлу күні ғой, енді бірақ ұлу мен итке стресс күн. Екеулеріңізге біраз жылға ойлап, осындай болып еді дейтіндей бір